Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 2024 жылы шыққан ең мықты фильмі Омарташының сюжетін талдайтын боламыз. Элайза Паркер өз үйінде жалғыз тұратын зейнеткер мектеп мұғалімі. Алайда ол өз гаражын Адам Клей есімді пәтер жалдаушыға береді. Ол Омарташы ретінде тыныш өмір сүріп жатады. Адам мейірімді әйелге өзін паналатқан үшін алғыс айтады. Ал көңілі босаған Элайза жауап ретінде оны кешкі асқа шақырады. Одан кейін ол өзінің сүйікті араларына оралады. Осы кезде Элайзаның компьютеріне техникалық ақаулар туралы оғаш хабарлама келеді. Содан кейін оған техникалық қолдау маманы қоңырау шалып, туындаған мәселені шешу үшін не істеу керектігін қадам-қадаммен түсіндіреді. Бірақ қарт әйел мұның Гарнет бастаған алаяқтар екенін сезбей, олар алдау арқылы оның компьютеріне кіруге рұқсат алып, банк шотынан $2 миллион астам ақшаны шешіп алады. Элайза шок болады, өйткені бұл оның ақшасы емес, өзі басқаратын қайырымдылық ұйымының қаражаты еді. Адам Элайзаның үйіне кіріп, ас үйден шыққан түтіннің иісін сезеді. Содан кейін қонақ бөлмеден оқ тиіп қайтыс болған үй иесінің денесін табады. Көп ұзамай марқұм Элайзаның қызы, ФБР агенті Верона бастаған полиция қызметкерлері келеді. Адамды бірден тұтқындайды. Ал Верона әлдекімнің банк шотындағы барлық ақшаны шешіп алғанын байқайды. Ол шоттарға оның анасы жауапты болатын. Агенттер адамның қарт әйелдің өліміне қатысы жоқ екенін тез анықтайды. Ал Верона оны бір шынайы кофе ішуге шақырады. Қыз бірнеше жыл бұрын ағасының соғыста қайтыс болғанын, ал енді міне, анасынан айырылғанын өкінішпен айтып береді. Веронаның пікірінше Элайза қайырымдылық ұйымының банк шотын босатып, қарт әйелді өз-өзіне қол жұмсауға мәжбүр еткен компьютерлік алаяқтардың құрбаны болған. Агенттің айтуынша, шектен шыққан қылмыскерлерді жауапқа тарту іс жүзінде мүмкін емес. Мұны естіген адам алаяқтарды зұлымдықтар үшін өзі жазалауға шешім қабылдайды. Ара ұясына жақындап, ол таратқышты іске қосады да, омарташылар деп аталатын аса құпия ұйымның агентінен Элайзаны тонаған алаяқтар тобы туралы барлық ақпаратты жинауды сұрайды. Қылмыскерлердің қарт әйелге қай мекенжайдан қоңырау шалғанын білген адам бензин құйылған 2 канистрді алып, алаяқтардың ордасына жол тартады. Жолда оған бөгет болмақ болған күзетшілерді оп-оңай жайратады. Ішке кірген соң Омарташы, алаяқ компанияның барлық қызметкерлеріне олардың кеңсесін күл-талқан етіп өртейтінін мәлімдейді. Бірнеше қаскөй шақырылмаған қонаққа шабуыл жасайды, бірақ ол оларды оңай ғана лақтырып тастап, жиһаздар мен техникаларға канистрдегі бензинді төге бастайды. Пайда болған Гарнет өз күзетшілеріне адамды өлтіруді бұйырады. Сол кезде ер адам өзінің шын мәнінде неге қабілетті екенін көрсетеді. Бұл ретте Омарташы Гарнет пен басқалардың қашып кетуіне мүмкіндік береді. Содан кейін қуатты жарылыс кеңсені үйіндіге айналдырады. Гарнет болған оқиға туралы бірден өзінің бастығына, ірі технологиялық компанияның басшысы Дерек Денфордқа хабарлайды. Содан кейін Дерек, ЦРУ-дың бұрынғы директоры, ал қазір Дерек компаниясының қауіпсіздік қызметінің басшысы Уоллес Вестфилдке барып, әлдебір есерсоқтың олардың кеңсесін жарып жібергенін айтады. Бұл ретте ол мұның кәдімгі кол орталық болғанын айтып өтірік соғады да, оңбағанды табуды сұрайды. Бірақ Уоллес әзірге өзінің барлық билігін пайдаланудан бас тартады. Кейінірек Веронаға оның серіктесі Уайли қоңырау шалып, кеңседегі қуатты жарылыс туралы хабарлайды. Директің бұйрығымен Гарнет бірнеше қарақшыны ертіп, күдікті алаяқтардың бірі ретінде адамның омартасына барады. Сол жерде барлық ара ұяларын қиратады да, содан кейін гараждағы бал толы құмыраларды төңкереді. Бұзақылар омарташыны байқап қалып, оны атып тастауға тырысады. Бірақ тәжірибелі жауынгер зұлымдарды қапы қалдырып, бәрінің көзін жояды. Тек Гарнет қана тірі қалады. Омарташы зұлымның оң қолындағы барлық саусақтарын кесіп тастайды. Бірақ осыдан кейін оған қашып кетуге мүмкіндік береді. Жараланған Гарнет өз көлігіне жетіп, Дерекке қоңырау шалады да, омарташының олар ойлағандай осал еместігін хабарлайды. Кенеттен пайда болған адам зұлымның қолынан телефонды жұлып алып, оны көлікке байлайды да, көлге шомылуға жібереді. Деректің қол шоқпарының өлгенін естігеніне көз жеткізгеннен кейін, адам телефон арқылы қылмыскердің өмірін нағыз тозаққа айналдыратынын айтып қорқытады. Қатты үрейленген Дерек қайтадан Уоллеске барып, бағанағы қаскөйдің оның бірнеше адамын өлтіргенін және өзінде құртатынын айтып қорқытқанын жеткізеді. Содан кейін одан көмектесуін жалынып сұрайды. Уоллес Деректің оның сыртынан қандайда бір қараңғы істермен айналысқанын сезе тұра, құлықсыз келіседі. Себебі ол Деректің анасына ұлына көз қырыңды сала жүр деп уәде берген еді. Ал енді оған әлемдегі ең мықты жауынгерлердің бірі, омарташылардың бірі аңшылыққа шыққандықтан, оның өміріне өлім қаупі төніп тұр. Верона мен Уайли алаяқтық кол орталықты тергеуді мықтап қолға алады. Сонымен қатар олар омарташының шын мәнінде кім екенін анықтауға тырысады. Бірақ дерекқорда ол туралы мүлдем ешқандай мәлімет жоқ.
Осы кезде кезекші полицей оларға оң қолының барлық саусақтары кесілген Гарнеттің мәйіті табылғаны туралы хабарлайды. Құтырған омарташы туралы жаңалықтар Директің анасы Джессикаға да жетеді. Ол Уоллестен кез келген жолмен ұлын қорғауды сұрайды. Ер адам келісуге мәжбүр болады, өйткені ол әйелге қатты қарыздар еді. Уоллес еш кідірместен ЦРУ-дың қазіргі директоры Джанетке қоңырау шалып, ашуға мінген омарташыны тоқтатуды өтінеді. Джанет бірден омарташылардың басшысына хабарласып, адамның жолын кесу үшін олардың ең мықты жауынгерлерін жіберуді талап етеді. Адам жанармай құю бекетіне кірген кезде кенеттен автоматы бар қыз пайда болып, оның көлігіне оқ жаудырады. Бұл қыздың міндеті адамның көзін жою болып табылатын тағы бір қатыгез омарташы. Алайда ер адам көлік ішінен табылмайды, ал арт жақтан полиция көлігі келіп тоқтайды. Сол кезде әйел полицейлерді аяусыз атып тастайды. Ақыры адамды көрген әйел өзінің пикапына секіріп мініп, оны пулеметтен атпақ болады. Бірақ ол өзіне тең емес адаммен байланысқан еді. Адам кәдімгі бал толы құмыраның көмегімен өлім қаупін төндірген қарсыласын нокаутқа түсіреді. Содан кейін оның қолындағы саусағын кесіп алып, өзін тірідей өртеп жібереді. Болған оқиғаны білгеннен кейін және бұдан былайғы құрбандар үшін жауапкершілікті алғысы келмеген омарташылардың басшысы ЦРУ-ға хабарласады. Ол осы сәттен бастап олардың бейтараптық сақтайтынын және адамды қуаламайтынын жеткізеді. Ал Уоллес енді өзіне дербес әрекет етуге тура келетінін түсінеді. Келесі күні қырғын болған жерде Верона мен Уайли қуатты пулеметтерді және аралар туралы күйіп кеткен кітапты табады. Осы уақытта Уоллес ең қатыгез жалдамалыларды жалдап, оларға адамды көзін жою қажет нысана ретінде көрсетеді. Ол әлі күнге дейін әлемдегі ең қауіпті адамдардың бірі болып қала бермек. Сонымен бірге ЦРУ директорының орынбасары Приг есінен адасқан омарташы туралы қандай да бір мәліметтері болуы мүмкін Верона және Уайлимен байланысқа шығады. Алаяқтық кол орталықтар ісі бойынша өз тергеулерін жүргізіп жатқан ФБР агенттері оған омарташының келесі нысанасы 9 нүкте орталығы болуы әбден мүмкін екенін хабарлайды. Бұл орталықты Директің жер шарындағы барлық алаяқтық кол орталықтарын басқаратын, бұрын белгілі эфир тұлғасы болған Рик Анз есімді директор басқарады. Осы ақпараттың арқасында агенттер алаяқтар бандасын одан ары тергеу үшін толық қаржыландыруға ие болады. Дәл сол уақытта 9 нүкте орталығының кеңсесі жанында ФБР жасағы пайда болады. Олардың мақсаты алаяқтардың көзін жою, ал Уоллестің жалдамалылары болса адамды құртуға тырысады. Жалдамалылар адамның өздерін аулайтынына сенімді болып, бірден ішке кіріп, Рикке қарай бет алады. Осы кезде адамның өзі қарапайым жүргінші кейпіне еніп, сыртта тұрған ФБР агенттеріне жақындайды. Кенеттен сарбаздар тобы бұл агрессивті ер адамға тап береді, бірақ омарташы олар үшін тым мықты болып шығады. Бірнеше минуттан кейін ол қарсыластарының бірін қарумен қорқытып, ғимаратқа емін еркін кіріп барады. Кеңседе оны тісіне дейін қаруланған жалдамалылар күтіп тұр еді. Омарташының мұндай батылдығына таңғалған олар оқ жаудырып, оны ғимарат дәліздеріне тығылуға мәжбүр етеді. Осы ретте адам жалдамалыларды бірінен соң бірін ұстап көздерін жояды. Содан кейін ол бірнеше қарсыласын лифтке алдап кіргізеді. Ол жерде оларды қуатты бомба күтіп тұрғанын олар мүлдем күтпеген еді. Жалдамалылардың көзін жойғаннан кейін омарташы кеңсеге қайта оралып, Рикті өліммен қорқыта отырып, оның Дирекке жұмыс істейтінін мойындауға мәжбүрлейді. Алаяқтықпен айналысатын Дирек өте ықпалды әрі құдіретті адам. Алайда бұл жағдай адамды бейшара кемпірдің өлімі үшін кек алудан тоқтата алмайды. Дәл осы сәтте ғимаратқа Верона мен Уайли арнайы жасақпен басып кіреді, бірақ омарташы олардың дәл көз алдында ауаға сіңіп кеткенде ғайып болады. ФБР агенттері Риктің ноутбугінен Директің алаяқтар серіктестігіндегі суретін көріп, өз көздеріне өздері сенбейді. Осы кезде Дирек көмек сұрап анасына қоңырау шалады, ал оның анасы таңғаларлық түрде ақш президенті болып шығады. Сонымен қатар Верона мен Уайли бұл туралы ешкімге тіс жармауды тапсырып, осы түршігерлік жаңалықты жеткізу үшін президентке қарай бет алады. Адамның тағы да қашып кеткеніне қатты ренжіген Уоллес Дирекке құпия қызметтің қорғауын пайдаланып, уақытша анасының теңіз жағасындағы зәулім үйінде тұруды ұсынады. Президенттің зәулім үйінде жүріп, Уоллес жаңа жалдамалыларды жинайды. Оларды кезінде өз аяғынан айырылу бағасымен омарташылардың бірін өлтіре алған қатыгез Лазарус басқарады. Көп ұзамай иелікке президент келеді. Сәлден соң кәріз жүйесінен адам шығып, құпия қызметтің жүк көліктерінің бірінің астына жабысып алады. Одан кейін омарташы сарбаздардың бірін байқатпай сұлатып түсіріп, оның киімін киіп алады. Дирек зәулім үйдің бөлмелерінің бірінде есірткі иіскеп отырғанда кенеттен оның анасы кіріп келеді. Ол ұлының көптеген қылмыстарға қатысы бар екенін білмей, оны қандай жағдай болмасын қорғауға уәде береді. Осы уақытта адам бірнеше көлікке жарылғыш зат орнатып, зәулім үйде өтіп жатқан кешке жиналған топтың арасына сіңіп кетеді.
Кеште президенттің ұлына алаяқтық кол орталықтар мен қылмыскерлермен байланысы туралы көптеген сұрақтар қояды. Кеш барысында Верона мен Лазарус адамды байқап қалып, тапаншамен оны тізерлеп тұруға мәжбүрлейді. Уоллес омарташыны өлтіруге бұйрық береді, бірақ ол қарсыластарын қапы қалдырып, жүк көліктеріндегі бірнеше бомбаны қашықтан жарып жібереді. Бұл жарылыс жиналғандардың бәрін есеңгіретіп тастайды. Айналадағылардың абдырап қалғанын пайдаланған адам Лазарустың қолынан қаруын жұлып алып, оның бетінен атып жаралайды да қашып кетеді. Дерек бұл қылмыстарды анасының игілігі үшін жасағанын айтып ақталады. Алайда Джессика ашылған шындыққа мүлдем қуанбайды. Ол омарташы мен бүкіл әлемге өз ұлының нағыз қылмыскер екенін мойындауға шешім қабылдайды. Бұл оның саяси мансабын құртатынын анық түсінсе де, осы қадам деректің өмірін сақтап қалуға көмектеседі деп үміттенеді. Осы уақытта адам жол жөнекей көптеген қарсыластарымен есептесе отырып, дерек отырған бөлмеге қарай келе жатыр. Кенеттен оған Лазарус шабуыл жасайды. Қарсыластар бір-біріне жойқын соққылар бағыттап, пышақпен жарақаттайды. Дегенмен адам басымдық танытып, қаһарлы жалдамалының көзін жоюдың амалын табады. Омарташы президенттің кабинетіне жетеді. Ол жерде оны Уоллес тоқтатуға тырысып, ер адамды райынан қайтаруға шақырады. Бірақ омарташы оның сөзіне құлақ аспастан, саусақтарын сындырып жібереді. Адам есікке жарылғыш зат қояды да, жарылыстан кейін бірден бөлмеге кіреді. Сол сәтте оған Верона мен басқа да ФБР агенттері қосылады. Әбден жүйкесі жұқарған дерек өз әрекеттері үшін жауап бергісі келмей, өз анасын кепілге алып, оны атып тастауға әрекеттенеді. Бірақ адам жылдам қимылдап, Джессиканың зәресін ұшыра отырып, деректі бірінші болып атып өлтіреді. Осыдан кейін адам тез арада терезеден секіріп кетеді. Верона омарташыны жағалауда қуып жетеді, бірақ ол адамға оқ атпауды ұйғарады. Президент пен басқа да құрбандар үшін кез келген жолмен кек алу, заң талаптарын қатаң сақтаудан маңыздырақ деп санаған ол қаруын төмен түсіреді. Адам құпия қызметтің сарбаздары қуып жеткенше су астына сүңгіп, бой тасалайды. Омарташы киносы сізге ұнады ма? Өз ойларыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.